Сәлеметсіздер ме, қадірлі көрермен? Бүгінгі видеода буын ауырса не істеу керек, дәрсіз қалай жеңілдік табуға болады, соны қарастырамыз. Үйде бар заттармен, халық емдерімен емделіңіз келсе, видео соңына дейін көріңіз. Арнаға жазылып қойыңыз, денсаулығыңызды бірге күтейік. Қазіргі кезде буын ауруы жас талғамайтын болды. Аяқ, тізе, бел, саусақ буындары ауырса, жүріп тұру қиындайды, өмір сапасы төмендейді. Химиялық дәрілерге үйреніп қалмай, табиғи жолмен жеңілдік тапқыңыз келсе, мына кеңестер сіз үшін. 1. Желатин шеміршекті қалпына келтіреді. Тағамдық желатин буын шеміршектерін қоректендіретін ең жақсы табиғи зат. 1 шай қасық желатинді 100 мл суға араластырып, түнге қалдырыңыз. Таңертең ашқарынға ішіңіз. Бұл буындардың икемін жақсартып, сыздағанын басуға көмектеседі. 2. Қаратмен мен бал қабынуға қарсы. Қаратмен мұсылман елдерінде ең жиі қолданылатын емдік дән. 1 шай қасық қаратмен ұнтағы мен 1 шай қасық балды араластырып, таңертең ішіңіз. Бұл буындағы қабынуды басып, ауруды жеңілдетеді. Пайғамбарымыздың өзі қаратменді барлық ауруға ем деп айтқан. 3. Зәйтүн майы мен лимон. 1 ас қасық зәйтүн майы мен жарты лимон шырынын араластырыңыз. Күніне 1 рет, тамақтан кейін ішіңіз. Бұл ағзаны тазартып, буындардағы тұзды шығарып, ауырсынуды азайтады. Бұл кеңестер табиғи ем. Бірақ егер ауруыңыз үдеп бара жатса, міндетті түрде дәрігерге қаралыңыз. Және әр емді бастамас бұрын ағзаңыздың қалай қабылдайтынын бақылаңыз. Бастапқыда білектің кішкене бөлігіне жағып тексеріңіз, мысалы, зәйтүн, лавр тұнбасы. Міне, буын ауруына қарсы үйде жасауға болатын ең тиімді 3 табиғи әдіс. Егер сізге пайдалы болса, видеоны лайктап, жақындарыңызбен бөлісіңіз. Комментарийге буын деп жазып кетіңіз, келесі видеода сіздерге арнайы кеңестер дайындап берем. Деніңіз сау болсын. Келесі видеода кездескенше.